Қайырлы күн, құрметті студенттер, ұстаздар және біздің кешіміздің аса құрметті қонақтары. Кездесуімізге арнайы қосылып отырған қонақтарымызбен онда біз таныстырып өтейік. Яғни құрметті қонақтар, студенттер, бізде яғни біздің колледжда функционал сауаттылықты дамыту апталығы бірлігімізді жарасқан дене шынықтыру апталығының бүгін ашылуы болып жатыр. Сол ашылуға біз арнайы бүгін қонақтарымызды шақырып отырмыз студенттерімізбен кездесу үшін. Яғни бүгінгі шараның атауы өмірдің үздік спортшылармен кездесу қонақ дәрісі жобасы аясында. Кездесуіміздің мақсаты өскелең жас ұрпаққа республикамыздың намысын қорғап, абыройын асқақтатып жүрген спорттағы үздік колледж түлектерін жетістіктерімен таныстыра отырып, олармен сұхбаттасу. Яғни бүгінгі біздің кездесетін студенттеріміз бірі Жансай Смағұлов, колледждің құқықтану мамандығын 2011 жылғы түлегі, дзюдодан ұлттық құрама мүшесі, Қазақстан Республикасының спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қарағанды қаласындағы жаттықтырушы, 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен олимпиадаға қатысушы, яғни Қазақстан Республикасының 3 дүркін чемпионы, Тунис, Ташкент, Венгрияда өткен гран-при жарысын 3 дүркін чемпионы, 2020 жылы, яғни желтоқсанда ел біріншілігінде 2021 жылы Наурызда Ташкент күміс жүлде, 2021 жылы сәуірде Бішкекте 2-ші орын командалық Токио олимпиадасында дайындық үстінде. Енді Жансай біздің студентіміз, жаңа айтып отырмыз, колледждің құқықтану мамандығының 2011 жылғы түлегі. 2011 жылғы Жансайдың бұл жерде яғни дәрежелері де, нәтижелері де жеткен көп. Тек біз енді мына жерге біразын алып отырмыз енді. Келесі біздің яғни кездесетін бүгінгі түлегіміз Ахметов Диас, колледждің қаржы мамандығын 2010 жылғы түлегі. Диас, яғни Республикалық дәстүрлі садақ ату федерациясының вице-президенті, Нұр-Сұлтан қаласының бас бапкері, қазіргі таңда өмірлік ұстанымы қоғам мен мемлекетті тек адал қызмет ету арқылы көркейте аламыз дейді. Яғни жеке жетістіктері дәстүрлі садақ атудан Қазақстан чемпионы 2019 жыл, 2020-2021 жылы қыс маусым нәтижелері бойынша шәкірттерді республикалық рейтингде, яғни ерлер, әйелдер, 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер категорияларында, яғни 5-тік үздікке кірген екен. Диас, осындасыз ғой, иә? Диас. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, жақсы, Диас, рахмет, аха, Диас қосылыпты. Және де біздің үшінші, яғни Салық Ажар колледждің дене мәдениет және спорт мамандығын 2017 жылғы түлегі, яғни Ажар бізде дене мәдениет және спорт мамандығында оқыған біздің студентіміз. Қазақ күресінен спорт шебері, дзюдодан спорт шебері, самбодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, үздік нәтижелері, яғни қазақ күресінен Қазақстан Республикасының чемпионы, дзюдодан Қазақстан Республикасының чемпионы, самбодан Қазақстан Республикасының чемпионы, дзюдодан жарыстар арасындағы Азия чемпионатында 2-ші орын дейді Үндістанда, Ресейдегі дзюдодан әлем чемпионатында 3-ші орын, дзюдодан ашық кубогында 3-ші орын Қазақстан, самбодан Корея әлем кубогында 3-ші орын, самбодан әлем кубогында 1-ші орын Ресей 2021 жылғы, яғни наурызда балалар. Енді құрметті студенттер, бүгін жаңа мен өзім жалпы таныстырып өттім, біздің колледжіміздің үздік спортшылары, яғни біздің яғни мақтаныштарымыз, бұл адамдар яғни республикамыз туын желбіретіп жүрген, Қазақстан Республикасының әлем деңгейінде асқақтатқан өзіміздің жерлестеріміз, жас және аса мақтанышпен айтуға болатын колледжіміз түлектері, және мен айтып отқан яғни Жансай, Диас және де Ажар деген біз студенттермен бүгін сіздерге кездесуді ұйымдастырып отырмыз, құрметті студенттер. Ендеше осы жаңағы біздің спортшыларымызға сіздердің тараптарыңыздан сұрақтар болса екен де, өздеріңіз туралы айтып өтсеңіздер, біздің жаңағы спортшыларымыз балалармен жақсы бір сұхбат жүргізейік деген осындай мақсатпен сіздермен бүгін кездесуді ұйымдастырып отырмыз. Яғни мен ең бірінші бір өзім сұрақ қойғым келіп отыр, кім Жансайға. Жансай, қалың қалай тыңдап отырсың ғой бізді, иә? Иә, тыңдап отырмын. Жақсы бәрі, аман, сен өздеріңіз қалайсыз? Жақсы, Алла деп, рахмет Жансай. Жансайға бір өзім бір сұрақ қойып отырмын, өз тарапынан сұрақ қойғым келіп отыр. Яғни сіз әлемдік жарыста, яғни қазақ елінің туын желбіретіп, әнұранның шырқалғанына, яғни куә болдыңыз. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз өзіңіз?
Енді ол жақты сөзбен айту жеткізу қиын. Енді ол жерде пьедесталда бірінші орын тұрып, жаңағы шет елде күресіп атып, бірінші орын алып, көкке көтеріліп, әнұран шырқап айтқан кезде енді ол жерде бөлек әсер, оны сөзбен жеткізу айтып қиын болады. Сол жерде болғаннан кейін, сол сәтте болғаннан кейін енді бір сәтте бір уақытта сенің көкке көтеріліп атқан кезде, әнұран шырқап атқан кезде бүкіл трибунадағы адамдар, жаңа жарысқа қатысып атқан бүкіл адамдар кәдімгідей тыңдап өз туыңды қандай бір ерекше әсері болады, жалпы бір сөзбен айтқан кезде. Оны енді сол жерде көру керек, сол сәтте сезіну керек та, сезіне білу керек. Сондай жағдай. Рахмет, Жансай. Серік Неспек, қалайсыздар? Жақсы ма өздеріңізде? Жансай, тағы да бір сұрағым болып тұр сізге енді. Студенттерде сұрақ қоюларыңызға болады осы жерде. Үлкен жарыстарға шығу үшін адамның бойында біріншіден жігер, рух керек, намыс болу керек. Екіншіден отанға деген сүйіспеншілік, яғни осы екеуі де сіздің бойыңызда бар, барлығымыз білеміз, яғни патриотсыз қазақ мемлекетінің. Екеуін қалай үйлестіріп жүрсіз, және сіз бізге айтар кеңесіңіз, яғни балаларға? Енді қалай айтады, өзі қазақтың қанында бар ғой күрес деген. Қанымызда бар күрес деген. Қанымызда болғаннан кейін ол біздің кішкентайымыздан сол спортқа баулап, спортқа қатысып, осы таңға дейін 20 жыл болып спортпен шұғылданып жатқанмын. Қаншама еңбек, қаншама тер, қаншама жұмыс жасалып жатыр да қазір таңға дейін. Енді ол үлкен спортта жүргеннен кейін біріншіден ең бір шыдамдылық керек. Шыдамды болу керек адам. Любой әр уақытта әртүрлі қиындықтар болады енді. 20 жыл деген ұзақ уақыт қой спортта жүргенде. Когда адамда шыдамдылық болады, ол шыдамдылықтың қасына сабырлық келеді. Бірдеңе бір мақсатқа жету үшін өзің алға бір мақсат қоясың, сол мақсатқа жету үшін қаншама кедергілерден өтесің, сол кедергілердің бәрін өтетін болсаң, тек сол мақсатқа жетесің. Спорт үлкен сабырлық керек біріншіден. Спорт адам бірінші денсаулығымен екінші уақытын алады да. Үлкен спортта жүргеннен кейін уақытың былай бос уақыт болмайды, постоянно сборда, жарыс дайындаласың. Әлем чемпионатына, олимпиада ойындарына дайындаласың. Ол жаққа бөлек дайындық, бөлек подход керек та, психологический, моральный, физический, соның бәрін осы сборда жаңағыдай тренировка істеп, жаңағыдай жігерлендіріп өзіңді қалай айтса болады, бір сөзбен айтқанда өзің дайындайсың кәдімгі іштей. Өз-өзіңмен сөйлесесің, өз-өзіңе психолог боласың, өз-өзіңе кәдімгі мотивация бересің. Сен құлағаннан кейін тұруың керек ол жерден. Ол саған ешкім көмектесе алмайды. Ең бірінші Құдайдан берілетін күш, екінші өзің істеген еңбегің, қаншама жаттыққан тренировкаң бәрі соған әкеп бір не істейді ғой, вообще айтқан кезде. Үлкен спорт деген енді ол адамның денсаулығы мен уақытын алып қояды да. Жақсы, рахмет, Жансай, үлкен рахмет. Мына жерде бізде көбінесе, яғни біздің студенттеріміз қосылып отқан дене мәдениет және спорт мамандығы бар ғой. Соның 1 мен 4-ші курс арасындағы спортшылар, яғни спортсмендар, біздің көптеген жақсы нәтижелер бар спортсмендер қатысып отыр. Енді мына жерде Диас мырза мен жаңа айттым бізде. Яғни Диас мырза бізде жаңа мен айттым. Сіз яғни Диас мырза естіп отырсыз ғой, ұлттық спорттың ішінде садақ ату спортымен қашаннан бері айналысып жүрсіз, және де осы спорт бойынша, яғни осы спорт түрі бойынша бізге айтып өтсеңіз. Диас, естіп отырсыз ба бізді? Диас та біздің түлегіміз, қаржы мамандығын бітірген 2010 жылы осы болашақ колледжінде. Диас, мен көрініп тұрсыз, барлықтар спорт жайын жатқан жиынымыз берекелі болсын деймін. Келе жатқан ай. Ең бірінші, енді бұл бізде дәстүрлі садақ, өзі қанымызда бар дүние, қанымызда атамыз келе жатқан дүние. Осы әлем бойынша Қазақстан деген 9-шы орында тұрған үлкен кең байтақ. Осы 5 қару бірі қалды. Бізге Аллаға бұйырыпты осы садақ қолымызға ұстап, ішіндегі қанымызды оятып, қайтып қазақ екеніміз жаңғырып сезініп, осы бір 2018 жылдан бастап қолыма садақ түскелі, бүгінгі дейін түскен жоқ. Әлі күнге дейін сол күнделікті жағдайға жетті. Все-таки аталарымыз
шын мәнінде шынайы батыр болған ғой. Сол батыр берген болғандықтан бұл өнер әрбір топтап тұрған қазіргі көріп отқан бәрі қолына садақ түссе міндетті түрде ол садақ қолдан шықпайды деген сенімдемін. Кейін енді тікелей тілек берейін ба? Рахмет, Диас аға. Сізді естідік. Және Диас бізде Түркістан қаласында жүр екен. Қандай сапармен жүрсіз Түркістан қаласында айтып өтсеңіз балаларға? Жоқ, өкінішке Түркістандағы сапар болмай қалды. Негізінде ол жақта біз түркістес елдің бірлігі жаңағыда ұйым болып 6 елден елбасылар келу керек еді. Соларға біз презентация жасап, біздегі қазір магазиннің сыйлықтары сол кісілерге беру керек еді негізінде. Бірақ ол кейін пандемияның кесірінен кішкене. Сондықтан біз ұшпай бес қару форумда айтып отырып, жерге көрермендерге бір-екі садақ атып көрсетейін, рұқсат болса. Әрине рұқсат, Диас аға. Көрінсе, көріп тұрған үстінемін. Мынау бізде дәстүрлі садақ. Оны кейін атауы жай немесе жақ деп кездеседі бүкіл кітаптарда. Бірақ жекеше келгенде бұл жай немесе жақ. Ал толық қорамсақта тұрған садақ және оқтармен бірге, белдігімен, барлығымен бірге садақ деп аталады. Жеке келгенде жай немесе жақ екі түрге бөлінеді. Мына адырна ағашы және кіріс, тетива. Адырнаның өзі 3 бөлікке бөлінеді. Белі. То есть садақтың белі ол қолға арналған, толық қолға ұстаймыз. Кейін жебені кигіземіз. Сосын бұның ату күші біз өзі қазаққа садақ қолына түссе кішкентай жасынан атқанды білдеді. Оны былай ұсталмайды. Тура біз үйренгенде ұсталмайды. Оны тек қана қорғанатын кольцомен, зекермен астынан бекітіледі. Астынан бекітілген кейін бармақты. Толық бармақ ұсталмайды. Бұл қазақи біздің аталарымыздың әдісі бойынша ату үлгісі. Бармақпен астынан, о аттың үстінде өте ыңғайлы. Бекітіледі, қолмен тартылады мұны. Толық, садақ толық күшпен тартылады. Ату әдісі осылай болады. Сондықтан жалпы негізі, мен алдында айтқандай бұл қанда бар нәрсе, егерде 1-2 рет атып көрсеңіз, мүлдем қолдан кейін түспейтіндей болады. Жансай дзюдодан келіп 1-2 рет атсаңыз, керемет болады. Соны қарап отырмын, Диас. Жақыннан тағы да көрсетем. Мынау біздегі жаңағы Астанадағы кішкентай шоурумымыз. Ішінде садақтың түр-түрі бар. Әр түрден жасалған. Осы тура мүйіздер, осы жердегі материал. Кейін осындай керемет садақ болып шығады мұны. Керемет дүние екен. Қазақтар осындай жебелер қолданған мұны. Қос жаурын жебе деген бар, сауыт бұзар жебе бар. Кананың ішінде міне. Артта әдемі алтын түсті тұрған ол бронзовый жебе, бронзовый ғасырдың жебелері. Ал артында ескі табылған, ол сақ дәуірінің кезінде табылған жебелер. Кейін енді шоурумда қылыштар бар, қазақи қылыш. Белдіктеме реклама кетті енді. Мына бізде нысана жаңағы оқтарымыз. Қадалу күші, мысалы мен жаңа атқан өзінде бір 10 сантиметрға кіріп кетеді. Мінекейіңіз. Осынша кірді. Бұл то есть кәдімгі действующий қазіргі таңда үлкен бір қару. Және де қару болғанмен бұл қазақтың қаны болғанмен қазіргі таңда спортқа айналды. Сондықтан баршаңызды спортты жақсы көріп, спортпен айналысып, және де біздің аталарымыз қалдырған үлкен мұра ғой бұл. Сол жаңғыртып, қайтып қазақ екенімізді сезініп, мерген аталарымыз сияқты күшті нәтижелерге жете берейік. Осы енді кішігірім. Әмин, рахмет. Бізге үлкен бір жақсы презентация көрсетіп астан жерге студенттерге барлығымызға қызықты болды деп ойлаймын мына жерде, иә. Және де сіздің Диастың бір жіберген маған видеосы бар тұғын. Алдында бір неде оқу жаттығулар өтіпті, иә. Мен сол видеоны қосып көрсетсем мына жерге рұқсат шығар деп ойлаймын енді. Түркістанда ма оқу жаттығулар болып, қазір мен сол видеоны қосайын, мына жерге бір қарап шықсам. Бүкіл материалдерде ғой енді көрсетулеріңіз керек қой. Қандай? Қолдарыңызда ғой.
Түркістан керемет салынып жатыр қазіргі таңда. Кетті ме? Көрініп тұр ма, құрметті студенттер, қонақтар? Көрініп жатыр. Оқып жатыр. Жақсы. Жақсы, Ажар қарындасымыз отыр ма екен осы жерде? Ажар. Иә, саламатсыз ба? Ажар қалың қалай? Ажарда біздің жаңа айтып жатырмыз, дене мәдениет және спорт мамандығының 2017 жылғы түлегі деп айтып жатырмыз, және нәтижелерін барлығын айтып өтті. Құрметті студенттер, барлықтарыңыз тануларыңыз керек Ажарды. Енді Ажарға да бір жақсы сұрағым болып тұр менің тарапынан. Ажар, сіз қай кезден бастап спортшы болуды армандадыңыз және спортқа қалай келдіңіз осы спортқа? Мен спортқа 2010 жылы келдім. Қазіргі таңда 11 жыл болды. Жалпы негізі күресем деп ойлаған жоқпын. Өзім негізі ауылда жүрген кезде волейбол қатты ұнайтын. Волейболға барғым келді. Бірақ енді бір жағдайларға байланысты күрес залына кіріп кеттім, сол күрес залынан енді 11 жыл болды, шықпай қалдым. Өзіме қазіргі таңда ұнайды күрес. Осы күрес түрін таңдағаны еш өкінбеймін. Керісінше тек спортқа деген алғысым шексіз. Спорттың арқасымен көп нәрсеге жеттік. Бойымдағы көптеген қасиеттер шыңдалды спорттың арқасында. Сондықтан біздің осы болашақ жастарға айтарым, спорттың қандай түрі болса да, өзіне ұнайтын болса, соны сүйсініп жасау, беріліп жасау, спортпен шұғылдану. Рахмет, Ажар, рахмет Сүйелкен. Құрметті студенттер, сіздердің тараптарыңыздан сұрақтар болса, Жансай мырзаға, Диас мырзаға, Ажар ханымға сұрақтарымыз қойып қане. Сұрақтарымыз қойып өтейік барлығымыз. Студенттер, сұрақтарымызды қойып. Ағай, мен сұрақ қойсам болады ма? Жандос, қоя қойыңыз. Жандос, микрофонды қыстыр. Қыстырдым. Ағай, мен Ажар ханымға сұрақ қойсам ба деп едім. Иә, қоя қойыңыз. Мысалы, енді спорт жағы оңай шаруа емес қой, ер адамдарға да, әйел адамдарға да. Мысалы, әйел бақыты енді басқа нәрседе дейді ғой, яғни спортта емес. Сол Ажар ханымға қоятын сұрағым, осы 11 жыл бойы осы күрес спортына қандай нәрсе ынталандырып келеді? Былай айтса, қандай нәрсе мотивация сізге осы спортта жүргенге? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Қазіргі таңда көбінде қойылатын сұрақ, әйел адамға күресте жүру қалай, қиын емес па деген сияқты. Мен айтарым, әрбір адам, ол ер адам болсын, әйел адам болсын, жаңағы жасаған ісін, ол ең бастысы сол істі сүю керек. Мысалы, мен күресті өзім сүйгендіктен, мен сол күресте 11 жыл бойы әлі де жұмыс жасап келем. Ол тек мысалы емес, мысалы біздің ұстаздарымыз өзінің мамандығын жақсы көргендіктен
жанагы жас балаларга көп нәрсе үйретіп жатыр. Мысалы аспазшы дейтін ол тағам дайындаған жақсы көргендіктен ол көптеген тағамдар дайындайды деген сияқты нәрсе бұл таңда мен өзімді жігерлендіреді. Мен мысалы күресті жақсы көргендіктен сол күресті жақсы көріп тренировкамды жасаймын, жарысқа шығам, және де 11 жыл бойы осы спорт түрімен айналысып келемін. Түсінікті, рахмет. Рахмет, Ажар ханым, сізге. Кім сұрақ қоям деп отыр мына жерде? Жігіттер, қыздар, сұрақтарыңыз болса қойып шығамыз барлығымыз. Қали кеше бір жақсы сұрақтар қоям деп отыр едің өзін. Мен сұрақ қойсам болады ма? Болады. Көбінесе сіз қандай кітаптар оқисыз? Бұл кімге сұрақ? Сізге қойып тұрған. Или қандай кітаптар ұнатасыз? Ажар, сізге. Мен көбінде шыны керек орысша оқимын. Романдар. Айтып кетейін ба қандай? Мысалы мен соңғы оқыған романдарым ол Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Рахмет, Ажар ханым, рахмет сізге үлкен. Тағы да балалар сұрақтарымызды қойсақ, ұлдар, қыздар. Мен қойсам бола ма? Қоя қой. Саламатсыздар. Сіздерде күнделікті күн тәртібі неден басталады? Мен микрофон қосылып тұр, бірінші айтып кетейін. Әр спортшының күн тәртібі енді әрбір адам сияқты басталады. Бірінші ұйқыдан тұрасың, таңғы асыңды ішесің, және де ол сбор болсын, үйде болсын, бірінші таңғы асыңды ішіп, жаттығуға дайындаласың. Таңғы жаттығу жасап келгеннен кейін үйге келіп обедіңді ішесің. Бір шаруаларың болса, дәрігерге көріну болса барып келесің, одан кейін обед, түскі асыңды ішесің де бір демалып, кешкі жаттығуға шығасың. Кешкі жаттығудан кейін келіп үйде кешкі ас, сонымен ұйықтайсың, болды. Күнделікті режим сондай. Рахмет, Ажар. Жансай сіз айтып отырсаңыз, Диас. Балалар қызықтырып отыр екен. Өте күшті жауап беріп жатыр негізі. Бәріміз бір сборда бірге ғой, сол күнделікті. Когда сборда болған кезде таң сағат 7:30-да бізде построение, сағат 7:45-те таңғы ас, сағат 10:30-да таңғы тренировка, сосын кешкі сағат 5-те тренировка, 7-ге дейін. Сосын кешкі ас, сағат 11-де ұйқыға кетеміз. Осылай біздің бір күндік сбордағы программамыз. Рахмет. Диас, сіз не айтып өтесіз? Енді жалпы бәріміз бір спортшы болғандықтан бәрімізде режим спортқа көбінесе уақыт бөлінеді. Бірақ соның өзінде қарасаңыз, қаншалықты спортта жүрсе де дүние шаруа, жаңағыдай бала шағаны асырау деген, ол да міндетті түрде графигімізде бар дүниелер. Сондықтан қанша уақыт үйге бөлсек, қанша уақыт жұмыс істеп жүріп, ісімізді бітіріп жүрсек те, міндетті түрде жаттығуымызға уақыт арнайы бөлеміз. Ол әрине негізі адамның психологиясындағы ішіндегі ең басты мотиватор, ең бастысы движение, жалқаулықты жеңу, іштегі, білмеймін, еріншектік, үйде жатқанша төсекте кешкі уақытта шынайы барып, кәдімгі жаттығуымызды жасау, соған арнайы бөлу, уақыт бөлу, негізі ол үлкен, қалай десем, жертва деймін ба, неден? Өйткені үйде, мысалы, мен өзімді алсам, үйде 4 бала шағам бар, 4 кішкентай балаларым үйде жүрсе де, арнайы жаттығуға уақыт бөліп, өздегі жаттығуда жүрген қазіргі көптеген кішкентай шәкірттерге уақыт бөліп, бүкіл энергиямызды соған жұмсаймыз. Сондықтан кешкі уақытысында кейбір кезде өз баламызға көңіліміз бөлмей қалуымыз мүмкін. Бірақ бұның бәрі істеп жатқан ісіміз, әрбір спортшының істеп жатқан амалдары бұл біздің еліміз үшін, жеріміз үшін, Қазақстан туын жаңағындай желбірету үшін, елге таныту үшін
өте үлкен еңбек. Соны бағалап, бәріміз соған тырысып, әрбір адам осы елге не жетістік, не жеткіздім, не бердім өз еліме, халқыма деген ұранмен, жүректегі патриотизммен жүру керек деген сенімдемін. Графиктан былай алыс кеттім кішкене. Рахмет, Яс. Менде мында сұрақ бар сізге. Қазір Қазақстан Республикасында ұлттық спортқа өте үлкен көңіл бөліп жатыр, иә? Жалпы ұлттық спорт туралы тағы да не айтып өтесіз бізге, балаларға? Жалпы негізі аптада жүресіз, атпен де айналысасыз, иә? Иә, ат деген ол біздің өзі қазаққа деген нағыз керек нәрсе ғой. Біз өзімізде өзі жауларды айтады, қазақты аттан түсіру керек, сол кезде жеңеміз дегендей. Сондықтан аттан түспеуіміз керек, міндетті түрде аптасына бір рет болсын атқа мініп жүруіміз керек. Ол біздің денеміздегі бүкіл мышцаларымыз, бүкіл жаңағы спортқа керек нәрселерімізді дамытады, және де іштегі рухты, жүректі қатайтады, күшейтеді, батырлыққа үйретеді. Өзі білет, спортшылар, кім спортшыда жүрген, кім бала жаттықтырады қазір таңда. Білет, ауылдан атқа мініп жүрген бала, немесе қалада сотқа ойнаған баладан мүлдем әртүрлі. Екеуі де 8 жаста болса да, ауылдағы бала уже үлкен бала сияқты бүкіл айтқан тапсырманы таза орындайды. Ал 8 жастағы қаланың баласы кішкене қиындау болады, оны үйрету, өзі баласы бір ойыны қанбаған басқа бала болып тұрады. Сондықтан біздің атамыздан, аталарымыздан келе жатқан атқа мініп жүрейік, ұлттық спортты дамытып жүрейік, арасында көкпар тартайық. Сол ұлттық спорт негізі шын керек, сіз айтқандай өте қатты дамып келеді. Өзіміздің қазақ гендағы бар кодымыз оянып жатыр. Аллаға шүкір, сол бұрында бір айтатын, қазақтың қаны бір түртсе болды деп, тоқтамайды деп. Қазіргі таңда сол гендер түртілді. Қазір өзіміз кім екенімізді, қандай батыр екенімізді жақсы танып келе жатырмыз. Сондықтан ұлттық спортқа деген көңіл қатты көтеріліп көрсетіліп жатыр. Мен сұрақ қойсам бола ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Мен қойсам. Онда тағы бір сұрақ қояйық. Жансай мырза, сізге. Біздің әрине болашақ колледждің студентіміз. Мен енді өзімді айтып кетсем, осы Жансайдың кураторы болғам. 2008 жылы Жансай бірінші курсқа түскенде, осы Дәртай Айдынмен Смағұлов Жансайдың кураторы болып, 3 жыл бірге жүріп, жаңағы сабақтарымен колледжді бітірген мықты түлегіміздің бірі. Жансай, сізге сұрақ. Осы Токиоға дайындық қалай жүріп жатыр енді? Ондағы алғашқы өзіңіздің енді жоспарыңыз қандай? Токио Олимпиадасына дайындық қалай жүріп жатыр деген сұрақ қоямыз. Түсіндім сұрағыңызды. 2008 жылы бірінші колледжге келген кезде Серік Неспекіш біздің кураторымыз болған. Өте қызықты болатын сол кездерде, Серік ағай. Қызықты болып, біз ауылдан кеп, енді спортпен шұғылданып, қалаға кеп атқан кездер еді. Былай қараса біраз уақыт өтіп кетіпті. Уже екінші олимпиадама дайындалып жатыр. Екінші олимпиадаға дайындық жақсы, бәрі ойдағыдай. Қазір жолдама өзімізде бар, лицензия бар. Енді қазір 2 жарыс қалды. Май айында Казанда болатын Гранд Слам турниріне қатысамыз. Одан кейін жазда июльда өтетін әлем чемпионатына қатысамыз. Одан кейін уже июльдің аяғында Токиоға бұйырса, бәрі ойдағыдай осы Токиоға аттанамыз. Дайындық бәрі жақсы. Енді кішкене былтырға болатын жарысты биылға ауыстырып жіберді. Енді өкініштісі сол болып тұр. Негізі былтыр жақсы пик формада болғанбыз. Сосын кішкене карантин болды, 7 ай үйде болып қалдық. Кішкене формамыз жоғалтып. Сол кішкене 2020 жылы артша кішкене қиындау болды. Бірақ 2021 жылы жақсы басталды өзім үшін. Қазақстан біріншілігін өттім, декабрда өзіміздің ел біріншілігінде. Ақырғы олимпиада алдындағы іріктеу жарысын. Одан кейін Дохада 5-ші орын алдым. Кеше Ташкентте 2-ші орын алдым. Енді лицензия бәрі ойдағыдай болып тұр, бәрі. Енді самый главный жарақаттан аман болсақ, Токиоға бұйырса жақсы дайындық үстіндеміз. Настройда, психологически, морально да жақсы дайындықтамыз. Енді бұл бірінші олимпиада емес, 2-ші олимпиада. Бұған енді барымыз салып, көктеміз көкке көтеру үшін осындай қазақ елі бар, осындай қазақтың жігіттері мықты екен деп, сондай бір немен бұл жол енді қатысу үшін емес, бұл жол енді медальға бараттық. Енді бәрі ойдағыдай болса,
Токиодан медаль болады деген өзім ойдамын, үміттемін, армандамын. Бәрі ойдағыдай болса. Жақсы, сәттілік жасай. Бір сұрақ қойса ма Жансай? Әрине болады, қойыңыз. Жақында Азия өтті, сол кезде ұтылуыңызға не себеп болды? Не жетіспеді сізге? Міне кеше ғана өзіміздің Азия чемпионатымыз болды. Кеше түнде келіп, жолдан келіп отырған бетім, ауылыма келгем. Енді Азия туралы айтатын болсақ, негізі Қазақстан ұлттық командасы, құрамасы андай 100% неде дайындықта болған жоқ. Балалардың көбісі кішкене жарақат болды, кейбіреулері ауыр жүрді. Кеше Ташкенттен кейін жаңағы Шымкентте оқу жаттығу жиында кішкене жарақат алып қалдым да, кішкене бір аптадай тренировка істей алмай, қатты тренировка істемей, жай тренировка істедім. Енді былай қарап тұратын болсам, кеше Бишкектегі жеңілісім енді кішкене жарақатқа байланысты болды, тағы да өзімнің кішкене тағы бір нелермен күресім дұрыс болмады, енді өкінішке орай. Тәжік палуанмен залықты финал күресіп жатқан кезде тәжік палуанмен шидо беріп жерде, енді ол жерде қатты беріп нестемейтін еді шидоны. Кішкене судейство жағы кішкене қиындау болды. Өзіміздің қазақ елінің батыр Елдос Сметовті алып, кішкене қырғыз баламен судья жағы кішкене бұрмалап жерді. Сондай кішкене ситуациялар болды. Сондай кішкене жеңіліс табылды енді Азия чемпионатында. Бірақ командный чемпионатта күрестік, командный несінде. Онда екінші орын алдық. Енді Азия чемпионатта 100% Ташкенттегіндей формада болған жоқпын, жаттығуда, дайындықта болған жоқпын. Өзім де білдім, жеңіліс болады екен. Бірінші кездесуден бастап. Өйткені күресім бәрі кішкене жүрмей тұрды. Енді спорт деген ол сондай, бір уақытта жақсы жүріп кетеді, бір уақытта спад болып кетеді. Енді оны просто уақытымен туралап барып күресу керек. Енді мұндай қате, енді алдымыздағы чемпионат мерағы ең бастысы олимпиада ғой. Енді олимпиада бұндай қателік істемей, дұрыстап дайындықпен барса, бәрі болады деп ойлаймын. Енді алыс, біз үшін алыс сәт емес, енді бір шаққана қалып тұр енді негізі, өзім үшін. Басқа бір үшін білмеймін, енді өзім үшін бір шақ қалып тұр. Сол енді шақты дұрыстап жасап, ары қарай алдағы екі үлкен старт бар, әлем чемпионаты мен олимпиада ойындарында. Сол жерден жарқырайтын уақыт келеді бұйырса, сол жерден күресеміз Құдай қаласа. Өзімнен қандай жұмыс требовать етеді, режим, тренировка, жандай уақытымен тұр, уақытымен жату, осындай тамақ ішу, осындай тамақ ішпеу, нан жеу, жемеу, жүгіру, тренировка, дайындық қандай бәрін менен требовать етеді, мен соның бәрін орындаймын. Қалған енді өздеріңіз білесіздер. Бақшауыма, бапшауыма, Алла тағала бар ойдағыдай болатын болса, Токиода жақсы нәтиже болды деп ойлаймын. Сәтті. Келесі, Ажар, сізге сұрақ. Енді осы спортта жүрсіз ғой, жаңа айтыңыз, 11 жылдан айналысып жатыр. Енді негізі келесі неше жасқа дейін осы спортта жүресіз, ойыңызда бар. Енді ауысасыз ба, жаттықтырушылыққа, сол туралы айтып кетсеңіз балаларға. Микрофонды қосасыз ба, Ажар? Дауысыңыз естілмей қалды. Дұрыс. Қосылды ма енді? Естіле ме енді дауысыңыз? Сұрағыңыз қайталап жіберсе, дауысыңыз естілмей қалды. Жүретін ойыңыз бар өзіңіздің. Қаншалықты жаңағы әрине жетістіктерге көп жетіп жатсыз ғой, бұған уақытта қандай жоспар? Түсінік. Менің өзім жеке басым әлі 1 жыл. 1 жылдан кейін Алла қаласа үлкен спортты қоямын. Жақсы. Рахмет, Ажар ханым. Тағы да сұрақтарыңыз болса, құрметті студенттер, сұрақтарымыз неге аз болып тұр, кеше көп сұрақ қоямыз деп жатқан сияқтендер, мен сұрақ қоям деп. Диас мырза, жаңа көріп отырмыз, сізде адамдар жаттығу жасап жатыр ғой деймін, жаттығу, сіз енді бапкерсіз ғой, және де. Диас естіліп тұр ма? Ұстамай қалды ғой деймін, интернет ұстамай қалды ғой деймін. Диас, естіп тұрсыз ба сіз бізді?
Дияс. Естіп тұрмын. Естіп Балдар тұрсыз. сұрақ бірақ тек кетті. Мен жаңа айтып жатырмын, жаңа сізде залда адамдар жаттығу жасап жатыр ғой деймін. Жаттығуды өткізесіз, бапкерсіз ғой енді. Сол туралы не айтасыз? Біздің Қарағандыда бар ма сіздердің үйірмелер бар ма? Мен Қарағандыда естімеппін осы садақ ату үйірмесі дегенді. Жалпы қазіргі таңда енді жаттығу өткізіп жатырмыз. Әрине шектеулер бар, өкінішке орай пандемияға қарсы. Бірақ соның өзінде де үзген жоқпыз. Осы күнге дейін көптеген балаларды үйретіп, тәрбиелеп жатырмыз. Спортта қызығушылық өте қатты. Сондықтан Астана бойынша енді өз жауап бере аламын да. Жаттығу бойынша қалай балалар жиналып жатқандарын, қалай өткізіп жатқандарын. Ал Қарағандыда Хорс клуб деген бар, бірақ ол қаланың сыртында. Конный клуб, сол жерде атқа да мінеді, және сол жерде де садақ атып үйірмелер бар. Сол жерде көбінесе қазіргі жас балалар сонда барып үйреніп жүр, но жету мәселесі сәл қиындау. Өйткені қаланың сыртында. Ал бізде енді Астанада өзім балаларым сияқты ғой бәрі. Сондықтан бүкіл шәкірттерге көзқарас болып қарап жүріп, әрбір қызықты, әр жаттығуды кейін келесі бұрынғы жаттығуға ұқсатпай жасауға тырысамыз, қызықты қылдырамыз. Бір жаттығуда нысан атсақ, келесі жаттығуда жамбы деген нысан атамыз. Кейінгі қызықты болу үшін жүгіртіп атқызамыз деген сияқты. Көптеген өз әдістері бар, соны балаларға үйретіп, садақ атуымызды қызықтырып жүрміз. Рахмет, Дияс, рахмет сізге. Енді бүгінгі мынау Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сұрақ қойсақ та. Жансай, сізге Алла қаласа енді сәттілік тілейміз, жақсы жеңістерге жетіңіз. Семьяда, жанұяда бақытты болыңыздар. Дияс мырза, сізге де тілегіміз өте көп, зор. Рахмет қатысқандарыңыз, уақыттарыңызды бөліп. Ажар ханым, сізге де рахмет, уақыттарыңызды бөліп. Енді оқытушымыз деп сіздерге хабарласып, біздің түлектер деп хабарласып жатыр, шақырдық сіздерді. Сондықтан сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Алда жеңістерге Сонда енді мотивация берсеңіздер. Яғни Соңғы мотивация, егер де менен сұрасаңыз, мен де айтпаймын ғой қатты мотиватормын, бірақ жалпы бір нәрсені ұмытпаңдар. Ешқашан өзіңізді төмен деп санамаңдар. Және де қазіргі саяси өңірде көп нәрсе болып отыр ғой, сіздер үкіметке көреді, үкіметтен былай, үкімет бүйтті. Жоқ, ондай сұрақты ешқашан қоймаңдар. Ең бірінші сұрақ қойыңдар, мен үкімет үшін, мен өз елім үшін, өз жерім үшін не істей аламын және не істеймін деп. Сол тенденциямен өмір сүруге баршаңызға нәсіп етсін. Рахмет, Дияс, рахмет. Мен енді бұлай жеке өмірде айта алмаймын, спорт жағына мотивация аламын. Спортта еңбек ету керек, еңбек, бәрін жеңбек дейді ғой. Еңбек етсең, біраз жетістікке жетесің. Қинамау керек өз-өзіңді бүйтіп қалмау керек. До конца кеудедегі намыс болады, кеудедегі намыс, жүректің бәрін қосып, кәдімгідей алға бір мақсат қойып, соған жетем деп талпынатын болса, әрбір қазақтың баласы жетуге лайықты. Сондықтан біз батыр ұрпағы болғаннан кейін, жайма емес, біз батыр ұрпағы болғаннан кейін, біздің кеудемізде намысымыз бар, жүрегіміз бар. Бір қазақ енемен не істеу керек та, именно спорт жағы. А жеке өмірде вообще ақылды болу керек қой негізі. Жастарға айтатын, ақылды болу керек қой. Рахмет үлкен. Ақылды болсаң біраз. Не айта бер, Жансай? Сол сіздерге сәттілік, жұмыста табыс, алмашылық. Тағы бір сұрақ. Кім сұрақ қойғысы келіп отыр? Қоя қой. Мен Қали, қоя қой. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға тағы да. Жансайға ассалаумағалейкум сізге. Алейкум ассалам. Естіліп жатыр ма дауысым? Естіліп тұр. Сізге қоятын сұрағым, жаңа айтып жатсыз, судейство жағы деп. Осы қыстау судейство. Өзіңізде қысып білесіз жаңа моңғолмен. Енді судействоға не айтасыз енді? Қазір енді жүзудан өте
қысып тастау көп болып жатыр деген сияқты. Дзюдо деген өзі енді мындай тәртіпті порядок бар спортта. Ол жерден ешкім ештеңе істей алмайды да, просто тәртіпке бағынамыз. Где-то как-то бізде ошибка істедік, сол ошибканы бізге наказывать етті. Енді оны отырып алып, мені қысып тастады, мен бүйтіп тастады деп айта беруге болмайды енді оны. Сол спорт қой енді ол.Інде мықты жық, болмаса ескерту болмаса жең. Енді өкінішті кеше Ташкенттегі финалда енді явно ұтып тұрған жерімнен алып қойды енді. Солай шешілді, солай шешім болды. Өз қазақтар шыққан кезде судейство кішкене жағы бізге қарсы жұмыс істейді. Біз схваткаға шықсақ, бірге бір емес, екіге бір күресеміз. Ол бізге енді керемет жаңалық емес, ол баяғыдан келе жатқан зат. Өз қазақтар шықса, судьяларды бір бүйірі біздің тартып тұрады, енді оны бүкіл көреді ғой. Бірінші ескерту беріп қояды, жаңағыдай мынандай схваткаларда ескерту беру жереді деген сияқты. Енді ол дзюдо тәртіпке бағынамыз. Рахмет. Ажар ханым, айтарыңыз болса жас ұрпаққа. Ең бастысы мұғалімдер, сіздерге үлкен рахмет осындай керемет жиынға шақырғандарыңызға. Келешек ұрпаққа айтарым, ол жаңағы жоғарыда Жансай айтып кеткендей, адал еңбек, әрқашанда еңбектене беріңдер, жасаған істерінде еңбектерін әрқашанда ақталады. Түбінде жарып шығасыңдар бәрі бірде. Еңбек. Еңбек атсан ерінбе дейді ғой, балалар. Еңбек ету керек, еңбектену керек, еңбектенсе ғана біз жанамыз, шығамыз, барлығымыз көрінеміз, балалар. Енді құрметті яғни қонақтар, құрметті Диас, Жансай, Ажар, бүгін сіздер осындай алтындай уақыттарыңызды, ешкімді қазір уақыты көп емес, балалар, білеміз, барлығымыз уақытымыз қазір аз, осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп, біздің жас буынмен кездесіп айтқан тілектеріңіз үшін сіздерге үлкен алғыс. Алдағы уақыттарда біз тек қана биіктерден көрейік сіздерді, олимпиада чемпионы болыңыз, кім Жансай. Тек қана биіктен көрейік, соны Алладан тілек, яғни Қазақстан халқының мақтанышы болыңыздар, туымызды желбіретіп жүре беріңіздер. Яғни біздің сіздердің жолдарыңызды біздің келешек ұрпаққа, осы студенттерге берсін. Аман болайық. Рахмет сіздерге үлкен, алғысым шексіз. Осылай бүгін студенттермен кездескеніңізге алғысым шексіз. Рахмет үлкен. Жақсы сіздерге де жеңісті күндер. Еліміз аман болсын. Рахмет, аман болайық.